Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз өте жұмсақ әрі сочный болып шығатын етті бәліш дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп алыңыз, себебі алдағы уақытта көптеген рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа ұнымызды салып, ұсақтап туралған майды қолымызбен жақсылап езіп шығамыз. Содан соң барып жұмыртқа мен айранды құямыз. Тұз, қант, қопсытқышымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырды 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Фарш, картошка, пияз, тұз, бұрыш дәміне қарай және 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Дайын болған қамырды теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз және видеода көрсетілгендей жаямыз. Екінші бөлігін осылай видеода көрсетілгендей солонка етіп кесіп шығамыз. Салмамызды дайындап, салып, видеода көрсетілгендей қамырымызды өріп шығамыз. Одан соң бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 170 градуста 1 сағат пісіреміз. Біздің етті бәлішіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.